Сәлем достар, бүгін 51-ші сабақ уақытының өлшем бірліктері. Бірінші тапсырма. Тәулік бөліктерінің ұзақтығын біліп, кестеге жаз дейді. Бір тәулікте 24 сағат бар. Бір тәулікте 24 сағат бар. Ол 4 уақыт аралығына бөлінеді. Таңертең, күндіз, кеш және түн. Бір тәулікте 24 сағат бар. Енді осы таңертең, күндіз, кеш және түндің қай уақыт аралығында болатынын білейік. Таңертең дегеніміз 6:00-ден 12:00-ге дейін. Мына 6:00-ден 12:00-ге дейін таңертең болып табылады. Осы 12:00-ден 18:00-ге дейін ол күндізгі уақыт. 18:00-ден 24:00-ге дейін ол бізде кешкі уақыт. Осы 24:00-ден таңғы 6-ға дейін ол бізде түнгі уақыт болып табылады екен. Түсіндіңіздер ғой, бір тәулікте 24 сағат. Мінеке сызып қойдым. Таңғы 6-дан 12-ге дейін таңертең, 12-ден 18:00-ге дейін күндіз, 18:00-ден 24:00-ге дейін кешкі уақыт, 24:00-ден таңғы 6-ға дейін бізде түнгі уақыт болып табылады. Енді келесі екінші тапсырма. Апта күндері атауларын тізбегін жаз. Күнделікті күн тәртібің туралы әңгімеле дейді. Мінеке бізде апта күндері дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Енді күнделікті күн тәртібің туралы өздеріңіз айтасыздар. Дүйсенбі күні таңғы сағат нешеде оянасыздар, таңғы асты нешеде ішесіздер, сабаққа қай уақытта барасыздар, қай уақытта орындайсыздар, бос уақытыңыз қай уақыт, түнде немесе кешке қай уақытта ұйқыға жатасыздар, сол туралы әңгімелейсіздер. Келесі үшінші тапсырма. Суретке қара, жыл мезгілдерінің айларын ата дейді. Үшінші тапсырма. Суретке қара, жыл мезгілдерінің айларын ата. Жалпы жыл жер планетасының күнді толық бір айналым жасағандағы уақыт. Бір жылда 12 ай бар. Олар 3 айдан 4 жыл мезгілін құрайды. Қыс, көктем, жаз, күз. 3 айдан дегеніміз қыста 3 ай болады, көктемде 3 ай болады, жазда 3 ай болады, және күзде 3 ай болады. Енді мына бізде айдың атаулары беріліп тұр. Сол қайсы қыс, қайсы көктем, жаз, күз, соны бірге анықтайық. Бірінші қыстан бастайық. Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Осы үшеуі бізде қыс айы болып табылады. Бірақ бір жыл бізде қаңтар айынан басталады. Осылай түсінейікші, бірінші қай айдан басталатын білейік. Бір жыл, мысалы 12 айдан тұрады, яғни қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Осы бізде бір жылға жатады. Енді жыл мезгілін есептейтін болсақ, жыл мезгілі бізде қыс желтоқсан айынан басталады. Яғни жылдың соңғы айы бізде қыс басталады. Желтоқсан, қаңтар, ақпан бізде қыс мезгілі. Одан кейін көктем, наурыз, сәуір, мамыр, осы 3 ай бізде көктем. Маусым, шілде, тамыз бізде жаз айы. Осы үшеуі бізде жаз айы. Одан кейін қыркүйек, қазан, қараша, осы 3 ай бізде күз айы болып табылады. Келесі тапсырма. Әр айда және неше күн бар екенін ата және есіңе сақта дейді. Ай дегеніміз бұл айдың жерді айналуымен байланысты уақыт бірлігі. Әр айдағы күндер саны әр түрлі болуы мүмкін дейді. Енді қаңтар, наурыз, мамыр, шілде, тамыз, қазан, желтоқсан айларында 31 күн бар. Қаңтар, наурыз, мамыр, шілде, тамыз, қазан, желтоқсан айларында 31 күн бар. Сәуір, маусым, қыркүйек, қараша айларында 30 күн бар.
Тек қана ақпан айында ғана 28 күн немесе 29 күн болады. Осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Келесі тапсырма. Күнтізбені пайдаланып, әр жыл мезгілінің неше күнге созылатынын біл дейді. Ең бірінші біз қыстан бастаймыз. Қыста бізде желтоқсан, қаңтар, ақпан айы бар. Желтоқсан айы 31 күннен тұрады, қаңтар 31 күннен тұрады, және ақпан 28 немесе 29 күннен тұрады. Енді осы үшеуін қосқан кезде, егерде 31 қосу 31 қосу 28 болса, онда бізде 90 сан шығады. 31, 29-ды қоссақ, бізде 91 күн шығады. Сонда қыс мезгілі бізде 90 немесе 91 күнге созылады. Одан кейін көктем. Көктем бізде наурыз, сәуір, мамыр айларынан тұрады. Наурызда 31 күн, сәуірде 30 күн, мамырда 31 күн бар. Сонда үшеуін қосқан кезде 92 болады. Көктем 92 күнге созылады. Одан кейін бізде жаз айы, маусым, шілде, тамыздан тұрады. Маусымда 30 күн бар, шілдеде 31 күн бар, тамыз айында 31 күн бар. Үшеуін қоссақ 92 күн. Сонда жаз айы бізде 92 күнге созылады. Одан кейін күз айы. Күз айында бізде қыркүйек, қазан, қарашадан тұрады. Қыркүйекте 30 күн, қазанда 31 күн, қарашада 30 күн бар. Үшеуін қоссақ 91 күн шығады. Сонда күз мезгілі бізде 91 күнге созылады екен. Келесі тапсырма. Қай айда қай күні атап өтіледі? Осы мерекелер қай күні атап өтілетінін білу керек. Қазақстанның тәуелсіздік күні. Қазақстанның тәуелсіздік күні 16 желтоқсан күні аталып өтіледі. Ал білім күні бізде 1 қыркүйек күні болады. Наурыз мерекесі 22 наурызда болады. Достар, біздің жазуға мән беріп қарасаңыз, қыркүйек дегенді біз осылай жаздық. Себебі бізде мектепте қыркүйек деген осылай жазып үйретілген. Кейін барып өзгертілді, қыркүйек деп осылай жазылатын. Сондықтан сіздерге қалай үйретті, қалай жазасыздар, солай жазасыздар. Біз енді өзімізге үйреншікті қыркүйек жазып кетеді. Сол себепті мен осылай жаздым. Келесі 7-ші тапсырма. Амалдарды орында. 34 қосу 66, 34 66, 30-ға 60-ды қоссақ 90, 4-ке 6-ны қоссақ 10, 90-ға 10-ды қоссақ 100-ге тең болады. 95 азайту 27 бізде 68-ге тең. Мына жерде 5-тен 7-ні азайта алмаймыз. 15-тен 7-ні азайтсақ 8 қалады. Мына жерде уже 9 емес 8, 8-ден 2-ні азайтсақ 6. Сонда жауабы 68. Келесі жақшаның ішінде 25 қосу 0, азайту, жақшаның ішінде 100, азайту 75. 25-ке 0-ді қоссақ 25-ке тең, 100-ден 75-ді азайтсақ, ол да 25-ке тең. 25-ден 25-ді азайтсақ 0-ге тең болады екен. Келесі тапсырма. 4-біршінің орнына тиісті санды қой дейді. 12 ай неше жылға тең? Бағана өткеніміздей 12 ай бізде 1 жылға тең. Бір тәулікте 24 сағат бар. Достар, ұмытпаңыздар, бір тәулікте 24 сағат бар. Келесі 2 аптада неше тәулік бар? 2 аптада 14 тәулік бар. Себебі бір аптада 7 тәулік бар. Бір аптада 7 тәулік болса, 2 аптада табу үшін 7-ге 7-ні қосам, сол кезде 14 шығады. 2 аптада 14 тәулік бар. Енді қараңыздар, 2 жылда 24 ай болады, себебі 1 жылда 12 ай бар. 1 жылда 12 ай бар, 2 жыл табу үшін 12-ке тағы 12-ні қосам, сол кезде 24 шығады. 2 жылда 24 ай бар. 60 минут. 60 минут дегеніміз ол 1 сағатқа тең. Достар, 60 минут 1 сағатқа тең.
Келесі 26 сағат дегеніміз 1 тәулік 2 сағат. Себебі 1 тәулікте 24 сағат бар дедік. Яғни сағат бетсақ 24 сағат және 2 сағат. 24 сағат тәулікке айналдырсақ 1 тәулік шығады. Сонда 26 сағат дегеніміз 1 тәулік 2 сағат болып табылады. Келесі тапсырма отбасы мүшелерінің туған айын, күнін және жасын кесте құрып жаз дейді. Бірінші отбасы мүшелеріміз жазамыз. Әкеміз, анамыз, баласы деп қойдым. Сіздер ағаларың, інілерің, қарындастарың болса, сіздер осылай жазып шықсаңыздар болады. Одан кейін айы дейді. Қай айда туылды, соны жазамыз. Мысалы, әкесі қараша айында туылды, күнін жазамыз. Қараша айының нешесінде туылды? 20-шы қарашада туылды. Қазір жасы нешеде? Жасы 37-де. Анасы наурыз айында туылды, наурыздың 8-і туылды, жасы 32-де. Баласы қаңтардың 22-сі туылды, жасы 8-де. Сіздер осылай отбасы мүшелерін жазып шығасыздар. Келесі тапсырма берілген уақыттар тәуліктің қай бөлігі екенін ата және басқаша жазып көрсет. 15 сағат дегеніміз бізде 15 сағат ол күндізгі уақыт. Осы кезде ұмыт қалған болсаңыздар, бірінші тапсырмаға қараңыздар. 15 сағат ол күндізгі уақыт, 21 сағат кешкі уақыт, кеш 12 сағат 30 минут дегеніміз күндіз, 20 сағат 10 минут дегеніміз кеш, 23 сағат 12 минут дегеніміз кеш болып табылады. Басқаша жазып көрсетсек, осы жазып көрсетсеңіздер болады. 15 сағат дегеніміз 15:00, 21 сағат 21:00, 12 сағат 30 минут дегеніміз 12:30, 20 сағат 10 минут дегеніміз 20:10, 23 сағат 15 минут дегеніміз 23:15. Осылай басқаша жазып көрсетсеңіздер болады. Достар, видеома лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін.